Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе, апайлар? Бүгінгі ары қарай сабағымызды жалғастырып бастаймыз. Бүгінгі ашық сабағымыз шығармашылық оқу іс-әрекетінен. Бүгінгі тақырыбымыз қысқы табиғат. Балалар, келген қонақтармен амандасып, шаттық шеңберімізді орындап алайық. Жарайсыңдар, балалар. Келген қонақтармен амандасып алайық. Сәлеметсіз бе, апайлар? Жарайсыңдар, балалар. Бәріміз орнымызға жайғасамыз. Отырыңдар орындарыңа. Балалар, далада қандай мезгіл қазір? Қыс мезгілі. Қыс айында қыс мезгілінде неше ай бар екен? 3 ай бар. Айлар, қыс мезгілінің айларын айтайықшы ғали, бірге. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Балалар, қыс мезгілінің белгілері қандай? Қыста қандай ауа райында қандай өзгерістер болады? Айтамыз. Қандай өзгерістер болады, балалар, айтамыз. Шанамен себеміз, аққала себеміз, қармен ойнаймыз, аққала жасаймыз екен, Дұрыс айтасыңдар. жылы киінеміз. Жылы киінеміз, дұрыс айтасыңдар. Қыстағы ойнайтын ойындарды, қыс мезгілінің белгілерін бәрін өте жақсы біледі екенсіңдер. Балалар, сендерге қазір сендер бірінші апай тақтаға іліп қойған аққалаға мұқият қарап алыңдар. Қазір апай сендерге миға шабуыл ретінде сұрақтар қоямын. Соны мұқият тыңдаймыз. Кім жақсы жауап береді? Сол балалар күлдіргі шарлардан жасалған смайликтер деп айтамыз ғой. Соны жеңімпаздар өздеріне күлдіргі шарларды жинайды. Сендерге күлім деп тұрған күлдіргі шарларды жинаймыз. Бірінші сұрақ. Сендерге бәріміз бері қараймыз. Бірінші сұрақ. Балалар, аққала қандай геометриялық пішіндерден құралған? Тұмалақ. Шеңберден құралған екен. Дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, аққаланың түсі қандай? Ақ. Себебі далада қыста не жауады дедіңдер, балалар, сендер? Ал біз аққаланы неден жасаймыз? Қардан жасайды екенбіз, дұрыс айтасыңдар. Ал енді тағы да бір сұрақ сендерге. Аққаланы жылдың қай мезгілінде жасаймыз? Қыс мезгілінде. Себебі қар қай кезде жауады? Қыс мезгілінде жауады екен. Экранға назар қараймыз. Сұрақ жауап бойынша суретке қарап әңгіме құрастыр дейді. Балалар, суретке қараңдаршы, балалар не істеп жатыр? Балалар не істеп жатыр? Қараймыз. Аққала жасап жатыр. Сосын ойнап жатыр. Шанамен себеді, аққала істейді. Біздің білгеніміз қыс мезгілінің ойындары және қыс мезгілінің белгілері екеніне. Балалар, сендер сұрақтарға өте дұрыс жауап бердіңдер. Қайда отырыңыздар? Бәріміз тұрып, сенді тұрсақ орындайық.
Ya, qisqa tabiatning suretini мүсіндейміз. Qisqa tabiatning suretini мүсіндейміз. Ағашты саламыз және жауып жатқан қарды саламыз. Ол үшін қылғалармен бірінші ағашты салып аламыз, я, ұзын етіп ағаштың діңгегін түсіреміз, одан кейін оның бұталарын. Балалар, жаңа сендер айттыңдар ғой, қыстың күні даланың бәрі қандай түске боялады екен? Ақ түске. Сол себептен біз тек қана ақ түсті бояуды пайдаланамыз. Ал тексеріп бастаймыз жұмысымызды. Суға, қылғаламды пайдаланғанда суға оны не істейміз? Бір рет батырып алып, бояуға көп мөлшерде, бояуға көп еземіз бояуға. Мына жақында қолды сыза бер. Көп езіп алып, сызамыз. Мұқият көп. Үлкен қып істей ғой, я, мынаны сыздағы. Бояуға көбірек батырыңдар, сонда сендерге анық түседі. Тура ортадан аламыз. Жасай, үлкен істемен онда. Жасай береміз. Жарайсыңдар, балалар. Қойың жағында суды көп істесеңдер, ол қағазға қонбай қалар бояуымыз. Суға батыра бермеңдер. Неге бояуға көбірек батырыңдар, сонда ол неге қонады? Суға батырма енді, мынаған батыр. Жарайсыңдар, балалар. Мына жерлерге бұталарын сал. Сал, бер қарай. Батыр болсыншы. Мынаны соз былай қарай. Болды, жабырып жүрмін. Болды, мына жақтан сал. Қар жауып жатыр, я, сенде жатыр, я. Мынаны салсашы, бүйтіп. Жарайсыңдар, балалар, қысқы ағаштың суретін. Жарайсыңдар. Қар жауғызып жатыр Жантөре. Балалар, кім Медина бере тұршы? Балалар, қараңдаршы Мединанікі. Қысқы табиғатқа ұқсай ма? Қысқы табиғатқа ұқсап тұр. Не жауып тұр? Қар жауып тұр, я. Қыстағы табиғат өте жақсы салған. Жарайсың. Мына жерге сал. Тез. Сен де сал. Қысқы табиғаттың суретін балалар сендер өте әсем салады екенсіңдер. Балалар, болдық ба? Бәріміз қылғаламды су құйғышқа саламыз. Бірдей су құйғышқа саламыз. Қылғаламды. Бәріміз. Болды, Медина, болды, енді бүлдіріп аласың. Болды, көп істей бермеңдер. Су құйғышқа саламыз қылғаламды. Жантөре. Жарайсыңдар.
жерге келіп қонғайсың, жем шашайын тойып ал, сонда торғай тоңбайсың. Балалар, жаңағы торғай мен мына баланың отырған ағашы сендердің салған суреттеріне ұқсай ма? Ол да қысқы табиғат, иә? Сонымен балалар, бүгін біз нені бейнеледік бүгінгі сабағымызда? Ағаш бейнеледік, иә? Қысты бейнеледік, дұрыс айтасыңдар. Міне, біз қыстың күні ойнайды екенбіз аққаласы, оны сендер айттыңдар, иә? Дөңгелек шеңбер пішіндерден тұрады деп. Міне, қыстың күнгі біздің үйлеріміздің бейнесі осылай көрінеді екен. Түтіндер шығып жатады, иә? Шырша өсіп тұр, күн шығып тұр. Және біздің бейнеленген қысқы табиғатымыз міне осы екен. Балалар, сонымен далада қандай мезгіл екен? Қыс мезгілі. Қыс мезгілінде не жауады екен далада? Қыс мезгілі туралы кім айтып береді бізге? Мен. Жоқ, Малика, сен маған айттың ғой. Кім айтады? Айтпаған балалар айтсыншы. Қыс мезгілі туралы. Не әскери? Қыс мезгілі туралы айтып берші. Қыс мезгілі туралы айтып. Балалар. Немен ойнайды? Ойнайды. Қардан не жасайды? Аққала жасайды екен, дұрыс, жарайсың. Балалар, сонымен сендерге бүгінгі сабағымыз ұнады ма? Бәріміз орнымыздан тұрамыз, жасаған жұмысымызды бері қаратамыз, апайға қараймыз. Сау. Бері қаратамыз, бәріміз жұмысымызды көреміз. Салауы, қозаламыз, суға салауы. Маған қарасыңдар, кәне, жұмыстарын қалай көрініп тұр екен? Ой, жарайсыңдар. Бері қарат. Малика, сен апайға қаратып тұрған жоқсың ғой, мен көрмей тұрмын. Дұрыс. Жарайсыңдар балалар. Біз бүгін қысқы табиғаттың суреті салдық екен. Жарайсыңдар. Жұмыстарың үшін өте рахмет.